Бәріне сәлем. Бүгін сұрыптау алгоритмдерін өтетін боламыз. Үш алгоритм өтеміз. Біріншіден сұрыптау деген не екенін түсініп алайық. Сұрыптау деген сандар болсын, сөздер болсын, соларды өсу ретімен немесе кему ретімен орналастыру. Мысалы 1, 2, 3, 4, 5 деп, немесе 5, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1 деген секілді кему ретімен. Соны сұрыптау дейміз. Сұрыптаудың бірінші оңай алгоритмдерінен бастайық. Оның біріншісі bubble sort, көпіршік сұрыптау деп аударсақ та болатын шығар. Көпіршіктер қалай сұрыпталатын секілді. Былай айтып жергенде көпіршіктерді қалай сұрыпталатынын былай суретпен көрсетейін. Сонда сіздер кішкене түсінетін боласыздар, не туралы әңгіме болатын қазір. Мысалы, сіз көпіршік жібергенде, пузырьки жібергенде, сізде мысалы ең үлкен пузырьк үстінде тұрып қалса, одан кейін ортаншасы және кішісі астына тұрып қалса, үстіне тұрған үлкен көпіршіктің су көбірек, ол ауыр болғаннан кейін ол мына астындағы көпіршік екеуі ауысады. Сонда ең үстінде орташасы тұрады, содан кейін үлкен көпіршік тұрады, содан кейін кішкентай тұрады. Одан кейін мына үлкен көпіршікпен кішкентай ауысады, өйткені үлкені ауыр болғаннан кейін. Содан кейін мынандай болып шығады көпіршіктер. Содан кейін енді үстіндегі орташа көпіршікпен мына кішкентай көпіршік ауысады, неге? Өйткені ауыр болғаннан кейін, содан кейін кішкентай, орташа және үлкен көпіршік болады. Демек, қарап отырсаңыздар, көпіршіктер тек қасындағылармен ауысады, көрші көпіршікпен ауысады. Демек, мына алгоритм соған ұқсас болу керек, қана көршілердің ауысуы деген алгоритм. Енді қалай жұмыс істейтінін қарайық. Бірінші мына сол жақта бір талқылап алайық. Мына жерде екі бірге тұрған көрші сандар бір-бірімен салыстырады. Мынау бір массив берілген деп санаңыздар. Мынау бір массив берілген сіздерге. Осы массивті сұрыптау керек. Өсу ретімен де берейік мысалы. Және міне екі көрші сан тұрады, 5 пен 3, екеуі дұрыс тұрма, өсу ретімен тұрма? Жоқ. Демек, екеуін ауыстыру керек. Екеуін бір-бірімен ауыстырғанда, мына жерде 3 пен 5, міне екеуі бір-бірімен ауысып болады. Ауыстырғаннан кейін келесі екі көршіні бір-бірімен салыстырамыз. 5 пен 7-ні дұрыс тұрма? Дұрыс тұр, өсу ретімен тұр. Келесі екеуі 7 мен 9 өсу ретімен тұр. Дұрыс. Келесі екі көрші 9 мен 2 дұрыс тұрма? Жоқ. Демек, екеуін бір-бірімен ауыстыру керек. 9 мен 2-ні, міне екеуі ауысып кетті. 9 мен 2 ауысқаннан кейін, ары қарай 9 мен 4-ті салыстырамыз. Екеуін де ауыстыру керек. 4 пен 9 ауысты. 4 пен 9 дұрыс тұр. Ары қарай келесі екі көрші 9 мен 1 ауыстыру керек па? Иә, керек. 9 өйткені 1-ден үлкен, міне 1 мен 9 ауысады. Сонда басынан бастап соңына дейін жүгіріп бүкіл көршілерді тексеріп, керектерін ауыстырып болғаннан кейін, біз басынан соңына дейін бір жүгіріп шықтық. Осыны бір итерация дейміз. Міне бір итерация өткеннен кейін, бір жүгіріп шыққаннан кейін деген сөзі ғой. Бір итерация өткеннен кейін бізде массив осылай өзгерді. Бірақ қарап отырсаңыздар, әлі сұрыпталған жоқ. Өйткені мына жерде 1 тұр, мына жерде 4 тұр, мына жерде 2 тұр. 2, 1 дегендер басында тұру керек. Мысалы 7 мына жақтарда тұру керек деген секілді. Сол үшін бір итерация жеткіліксіз. Басынан аяғына дейін бір жүгіріп шығу, демек бір итерация бізге жеткіліксіз. Тағы да итерация жасау. Демек, не дейміз? Осы массивті аламыз да, біздің мына шыққан массивті аламыз да, қайттан басынан бастап жүгіреміз. Демек, қайттан 3 пен 5 салыстырамыз, дұрыс тұр. 5 пен 7 салыстырамыз, дұрыс тұр. 7 мен 2 салыстырамыз, дұрыс емес. 2 мен 7 ауысады. 7 мен 4 салыстырамыз, дұрыс емес. 7 мен 4 ауысады. 7 мен 1 салыстырамыз, дұрыс емес. Ары қарай мен сыймай қалды, өзім салыстырайын. Демек, 1 мен 7-ні ауыстырамыз. Және 7 мен 9-ды соңғы екінен салыстырсақ, екеуі дұрыс тұр. Демек, міне екінші итерация бітті. Қайттан басынан бастап соңына дейін бір жүгіріп шықтық. Екі итерацияда жеткен жоқ. Көріп отырсаңыздар, міне екі итерация бітті. Екі итерациядан кейін сандар әлі дұрыс сұрыпталған жоқ, қарап отырсаңыздар. Демек, неме? Демек, бізде мынандай не бар? Қанша сан бар, сонша итерация болу керек. Өйткені біз екі итерация жасауға жеткіліксіз. Бізде қанша сан бар массивта? Бізде массивта қарап отырсаңыз 7 сан бар. Демек, n деген 7. 7 сан болса, демек 7 итерация керек. 7 итерациядан кейін ол точно дұрыс ретімен тұра қалады, сұрыпталынады деген сөз. Ал енді қараңыздар. 7 итерация керек дедік. Әрбір итерацияда біз қанша салыстыру жасаймыз? Әрбір санды келесі тұрған көрші санмен салыстырамыз, жаңа мен көрсеткендей. 5 пен 3-ті салыстырамыз, 3 пен 7-ні салыстырамыз. Демек, әр санды бір қасындағы көршісімен салыстырып шығамыз, дұрыс па? Сонда қанша салыстыру болса, 7 сан болса қанша салыстыру болады? Бір итерацияның ішінде 6 салыстыру болады. Мысалы, 5 пен 3,
бір салыстыру 3 пен 7, екіншісі үшінші салыстыру, төртінші, бесінші, 6 салыстыру болады. Демек 7 итерация болады бізде. Қанша сан, сонша итерация болады. Әрбір итерацияның ішінде бізде 6 салыстыру болады. Осыны енді формулаға келтіріп көрсек, 7 итерация деген, 7-ні біз n деп ала берейік, n-нің несімен, формуласымен. n бізде сандар, қанша сан бар, мәндердің саны. Сонда біз 7 итерация жасау керекпіз, демек біз n итерация жасау керекпіз. Әр итерацияның ішінде, мына жерде біз нені санағымыз келіп жатыр, қанша операция орындалады, қанша салыстыру орындалады деп, соның санын санап жатырмыз. Қанша рет салыстыру жасаймыз, соны санап жатырмыз. Енді қараңыздар, біз 7 итерация жасаймыз, демек біз n итерация жасаймыз. Және әр итерацияның ішінде қанша 6 салыстыру, демек n-1 салыстыру жасаймыз. Өйткені 7 сан болса 6 салыстыру жасаймыз, 10 сан болса 9 салыстыру жасаймыз. Демек n-1 салыстыру деген дұрыс болады. Сонда біз нені санайын деп жатырмыз, жаңағы time complexity дейміз ғой, уақыт күрделілігі, big O notation санайық деп жатырмыз. Осы формуламен санаймыз, өйткені біз 7 рет 6 салыстыру жасаймыз, дұрыс па? Бірақ оны 7-ні n деп алатынбыз, өйткені формуламен байланысты. Енді мен айтқандай, уақыт күрделілігін санағанда мына константалар бар ғой, 1, 2, 3 деген сандар минус болсын, плюс болсын, оларды біз игнорировать етеміз, біз оларға қарамаймыз. Демек бізде не болып шықты? Қазір n көбейту n болып шықты. n көбейту n бізде n квадрат. Сонда уақыт күрделілігі big O notationмен санағанда n квадрат болып шығады. Сонда n сан берілсе, максимум n квадрат, максималды n квадрат операция жасалады. Ең көп n квадрат болып, одан аспайды деген сөз. Одан аз болуы мүмкін, конечно, но аспайды. Мынау түсінікті деп ойлаймын. Енді мына нені қарап жүрейік. Мынау псевдокод деген зат. Мынау Java код емес, Python емес, ешқандай кодқа жатпайды. Мынау псевдокод. Псевдокод деген жай логикасы. Жай осы алгоритмнің логикасы. Ешқандай бағдарламалау тілде берілген жоқ, просто былай түсінетін бір жазулармен берілген, кодпен берілген деген секілді. Міне бізде bubble sort деген функция болсын, функция ма, метод па, осыған мына array келеді. Array мына біздің мына массивіміз болсын деп мысал келтірейік. Осы массивтен ойланып көрейік, осы массив келіп жатқандай. Мына жерге. Демек массивтің, біз не істейміз, ол массивтің ұзындығын аламыз да n-ға сақтаймыз. Демек n бізде болады 7-ге тең. Осы мысалмен қарап жатсақ. А так любой массивті лақтырсаңыздар болады, ол әр массивті сұрыптап беру керек. Арғы не істейміз? I деген цикл басталады, for I 0-ден n-ға дейін деген сөз. Сонда int I тең 0, I кіші n-нан, I плюс деген Java аударсаңыздар осылай шығады. Сондай код шығады. Мынау псевдокод. Сонда I 0-ден басталады да n-ға дейін жүгіреді. Ол циклдың ішінде for басқа цикл басталады, j тоже 0-ден басталады, мына жерге j дейік, 0-ден басталады да, бірақ бұл n-1-ге дейін жүгіреді. Неге n-1-ге дейін, қазір көреміз, ойланамыз. Енді циклдың ішінде цикл, үлкен цикл бар, for, оның ішінде басқа цикл бар, j, for j. Мына циклдың ішінде if кетіп жатыр. Енді қараңыздар, j 0 болғанда, j-ға қарайық қазір, j 0 болғанда не болады? Егер array 0 үлкен array 0 плюс 1-ден. Демек, мына жерге индекстер жазып қояйық. Егер array 0 деген, ол мына 5, үлкен array 0 плюс 1 деген array 1-ден. Демек, 3-ден. 5 3-ден үлкен болса не істе деп тұр? Үлкен болып тұр, 5 3-ден үлкен. Демек, біз if-қа кіреміз, не дейміз? Swap деген екеуінің орнына ауыстыру. Демек, осы екі санның rj мен rj плюс 1-дің орнына ауыстыру. Біз не істейміз? Демек, 5 пен 3-ті бір-бірімен ауыстырамыз. Дұрыс па? Содан не болады? J плюс болады. For j деген циклдың несі j 1-ге ауысады, j плюс болады. J 1 болғанда қайттан кіреміз, қайттан if тексереміз. Уже j 1 болса неме? Егер if array 1 көп array 2-ден. Демек, міне. Егер array 1 5 көп 7-ден. Көп емес қой, 5 7-ден үлкен емес. Демек, біз swapқа кірмейміз, қайттан j++ деп былай жүгіреміз. Міне сонда j өсе бергенімен, міне j 2 болғанда сен уже array 2-мен, демек 7 деген санмен 9 салыстырасың. 7 9-дан үлкен ба? Жоқ. Қайттан j++ дейсің де жүгіре бересің. Демек, j ауысып отқанда, мына кішкентай цикл ауысып отқанда, біз солдан оң жаққа жүгіреміз.
демек біз итерация жасаймыз. Демек мына цикл бір итерацияға жауап береді. For j деген цикл басынан бастап аяғына дейін бір жүгіртіп береді сені. Нелерді, көршілерді салыстырып бір жүгіртіп береді. А бізге естеріңде болса, бір итерация жеткіліксіз. Бізге мына бір итерацияны қанша сан бар, сонша рет қайталау керек. Сол үшін біз мына for'ды алдық та, for j деген циклды алдық та, оны қай басқа циклдың ішіне тастап жібердік. For i деген циклдың ішіне тастап жібердік. Не үшін тастадық? Өйткені мына for цикл, for i цикл қанша рет жұмыс істейді? 0-ден бастап n-ға дейін деп жүгіргенге дейін деп тұр, for i цикл. Демек мына үлкен цикл for i бізде қанша сан бар, сонша рет жұмыс істейді. Біздің мысалмен алсақ, бізде 7 сан бар ма, значит 7 рет жұмыс істейді. Демек біз итерацияны 7 рет жасаймыз. Точно сұрыптау үшін 7 рет жасаймыз. Қанша сан бар, сонша рет. Сол үшін for j деген кішкентай цикл бір жүгіріп шығу үшін, бір итерация жасау үшін арналған. Ал оны қоршап тұрған for i циклы сол итерацияны n рет қайталау үшін жасалған. Түсінікті деп ойлаймын. Енді мына жерде еще сіздер Java-ға ауыстырғанда мен мынаны сұрайтын боламын. Өйткені мына жерде мен оны берген жоқпын, оны өздеріңіз істеу керексіздер. Демек мына неде псевдокодты берген жоқпын. Сіздер бір итерация жасағанда, бір итерация біткенде сіздерде көріп отырсаңыздар, ең максималды сан соңына тұрып қалады. Екі итерация жасағанда, жаңа мен көрсеттім, өшіріп тастадым, мына жерде қалай болды, былай болды. Былай болды мына жерде. Соңында 4, 1, 7, 9 деп бітетін. Екі итерация біткенде сіздерде соңында 2 максималды сан тұрып қалады. 3 итерация біткенде сіздерде соңында уже бүйтіп сандар келе жатады да 3 максималды сан тұрып қалады. Қанша итерация жасайсың, сонша максималды сан соңында тұрады. Демек максималды сан соңында тұрса, ол өз орнында тұр деген сөз. Демек онымен салыстыру қажет емес. Мысалы сіз мына жерге 9-ды қойдыңыз ғой соңына. Келесі екінші итерация жасап жатқан кезде ең соңғы 4 пен 1-ді ғана салыстырыңыздар. 9 бен салыстырып керек жоқ. Неге? Ол өйткені өз орнында жатыр. Екінші итерация біткеннен кейін сандарды салыстырып жатқанда соңғы 2 санмен салыстырып керек емес 7 мен 9 бен. Неге? Олар өз орнында тұр. Олармен лишний салыстыру жасамаңыздар, Үшінші итерация біткеннен кейін мына 5 пен 7 мен 9 өз орнында тұрады. Демек олармен салыстырып керек емес. Демек сіз мына жердегі соңғы мына жерде 2 сан бір-бірімен салыстырасыз, болды, ары қарай жүрмейсіз. Өйткені мына 3 сан өз орнында тұр. Осыны сендер өздерің мынаған қосу керексіңдер. Мынаған да Java-ға да қосу керексіңдер. Оны мен мына псевдокодқа қосқан жоқпын. Оны өздерің ойланып, үй жұмысы ретінде жасау керексіңдер. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі бізде selection sort. Selection sort деген таңдау сұрыптамау. Таңдау сұрыптамасы. Қазір көрсетемін неге таңдау деп аталады. Анау көпіршік болса, мынау таңдау, Мынау былай жұмыс істейді. Бірінші сол жақтан қарап алайық. Біз бірінші аламызда бізде i 0-ге тең болғанда, цикл ғой, кәдімгі қазір көрсетемін. i 0-ге тең болады, содан бізде min индекс деген бір не болады. Min индекс деген минималды санның индексі деген айнымалы болады, қазір көресіздер. Мына неден көріп отырсаңыздар. Кодта да бар, оған соғында келеміз. Бірақ мына жерден қарап алайық. Бізде i 0 болғанда, бізде индекстер бар, мен индекстерін жазып қойын. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 еміз. i 0-ге тең болғанда min индекс басында тоже 0-ге тең болады. Демек, min индекс бірінші мынаған қарап тұрады, 0-ші индекске қарап тұрады. Min индекс тең 0-ге тең болады. Min индекс тең 0 деген, ол не дегенім, ол 0-ші индекста ең кішкентай сан тұр деп болжау жасаймын, предположение жасаймын. Ол пока просто предположение, ол жай болжау. Ары қарай мен білем қазір іздейтін, одан да кіші сан іздеймін. Бірақ мен просто не жасаймын? Болжау жасаймын, что ең бірінші тұрған сан, ол ең минималды сан деп ойлаймын. Содан кейін жүгірем да, циклмен жүгірем да, оң жаққа. Одан кіші сан табуға тырысам. Мысалы, 5 менде минималды деп санадым ғой. Келесі санға барамда, 3-ке барамда айтам. 3 5-тен кіші ма? Кіші екен. Онда min индекс 5-ке көрсетіп тұр ғой қазір. Min индекс 5-ке көрсетпесін деймін да, өйткені мен одан да кіші сан тауып алдым. Демек min индекс 3-ке көрсетсін деп айтам. Түсінікті ма? Min индекс 3-ке көрсетсін деп айту үшін сен істеу керексің, min индекс тең 1 деу керексің, өйткені 3 деген санның индексі 1-ге тең, Біз индексқа ғана көрсетеміз. Кішкентай минималды санның индексіне қарайтын мына min индекс деген айнымалы, Демек min индекс тең 1 деймін, неге? Өйткені бірінші индексте 3 деген сан тұр, сол кіші деп таптым мен.
бірақ мен ары қарай жүгіремін, 7-ге барамын. 7 енді 3-пен салыстырамын, иә, өйткені менің индекс 3-ке қарап тұр ғой. 7 3-тен кіші ма? Жоқ. Келесіне секіремін. 9 3-тен кіші ма? Жоқ. Келесіне секіремін. 2 3-тен кіші ма? Иә. Опа, онда min индекс енді 3-ке қарамасын деймін, иә. Min индекс енді 3-ке қарамасын. Min индекс енді қай индексқа қарасын? 4 деген индексқа қарасын. Демек, сол 4 деген индекста 2 жатыр, иә. Ары қарай жүгіремін. 4 2-ден кіші ма? Енді 2-мен салыстырамын. Өйткені min индекс 2-ге қарап тұр ғой. 4 2-ден кіші ма? Жоқ. 1 2-ден кіші ма? Иә. Опа, онда мынаған емес, сен мынаған қара деймін. Сонда min индекс басында неменеге тең болып шықты? 6 деген индексқа тең болып шықты. Демек, менде min индекс 6-ға тең, ал ай бұрынғыдай 0-ге тең болып тұр. Ай до сих пор 0-ге тең болып тұр. Ең бірінші болжау жасаған санға тең болып тұр. Енді не істеймін, айтамын, мен 5-ті болжау жасадым, что 5 минимальный ең басында. Соңынан жеткенде көрдім, что 1 одан кіші екен. Ең кішісі 1 екен мына жерде. Окей деймін да, осы 1 мен 5-ті ең басында болжау жасаған санды и соңынан жеткенде тапқан ең кішкентай санды екеуін бір-бірімен ауыстырамын. 1 мен 5-ті ауыстырамын. Дұрыс па? Түсінікті деп ойлаймын. Демек 1 мен 5 ауысып кетті. Енді не істеймін? Қазір 1 мен 5 ауысып кетті. Енді мына бір итерация жасадым, бір итерация жасағаннан кейін 1 мен 5 ауысып кетті. Енді 1 мен 5 ауысқаннан кейін да міне мынандай бізде массив шығып тұр, бірақ мына массив көріп тұрсыңдар әлі сұрыпталмаған. Демек мен не істеймін? I++ деймін. I-ды 1 қыламын да. Енді мына 1 деген индекста тұрған санды индекстарын тағы жазып жіберейін. 1 деген индекста тұрған санды, демек 3-ті мен болжау жасаймын. Енді 5 мына 1-ге вообще тиіспеймін, 1 өз орнында тұр. 1 точно минимальный сан, оған енді онымен салыстырып та керек жоқ. Ол өз орнында тұр, оған тиіспейміз. Енді I++ деп I-ды 1-ге апарып алғаннан кейін, біздің I деген индекс қой, циклдың for-дың индексі, I. Сол I 1 болғанда 1 деген индекстағы санды, демек 3-ті мен минималды деп санаймын да. Min индексті соған қаратып қоямын басында. 1 деген индексқа қаратып қоямын. I-да 1-ге тең, min индексті 1-ге тең деп. Бірақ жүгіре бастағаннан кейін одан да кіші сан тауып аламын. Демек мен 2-ні тауып аламын. Демек min индекс мынаған қарамайды, min индекс қайда қарайды уже? Мына санның индексіне қарайды, 4-ке қарайды. Дұрыс па? Сонда сен 3-ті болжау жасадың кіші деп, бірақ жүгіргеннен кейін 10-ға жүгіргенде 2 одан да кіші 2-ні тауып алдым. Демек менде I 1-ге тең, min индекс 4-ке тең. Сол 1 мен 4-те тұрған сандарды бір-бірімен ауыстырамын. Демек 3 пен 2-ні бір-бірімен ауыстырамын. Сөйтіп кете береді. I содан кейін 2-ге тең болады, I++ жасаймыз. Демек сен 2-ші индексте тұрған санды минималды деп ойлайсың, ол 7. Бірақ жүгіргеннен кейін одан да кіші сан тауып аласың 3-ті. Екеуін бір-бірімен ауыстырасың. Потом I++ дейсің, I 3-ке тең болғанда 3-ші индекстағы 9 деген санды минималды деп болжау жасайсың, жүгіресің, одан да кіші табасың. 4 пен 9 ауыстырып тастайсың. Сөйтіп жүгіре бересің. Оның да несі n квадрат. Өйткені сен бір итерация жасағанда бәрімен бір-бірімен салыстырдың. Бір итерация жасағанда естеріңде ме? Біз 1 мен 5-ті ғана ауыстырдық. Ол бір итерация бітті деген сөз. Бірақ бізге бір итерация жеткіліксіз болды да, біз екінші итерация жасадық, 3 пен 2-ні ауыстырдық. Келесі итерация жасадық, 7 мен 3-ті ауыстырдық. Сөйтіп біз n итерация жасадық. Әр итерацияның ішінде сандардың бәрін бір-бірімен салыстырып шықтық деген сөз. Сол үшін ол да n квадрат, n итерация көбейтілген n салыстыруға примерно n-1 деген не болуы мүмкін, бірақ біз средний константаларды алып тастаймыз. Сол үшін n көбейту n квадрат болады. Ең максималды операциялар саны. Енді кодты түсініп көрейік. Түсінікті деп ойлаймын. Мына жерге жаңағыдай бүйтіп индекстарды қойып қояйын. Кодты түсіндіргенде қазір керек болады. Міне бізде selection sort деген функция бар дейік. Оған мына массив, біздің массивіміз келді дейік. Массивтің санын n-ға жазып алдық. n демек бізде 7, мына жерде де 7 сан, көп тұрсаңдар. I 0-ден басталады да n-1-ге жүгіреді дейді. I міне басынан 0-ден бастасын. Сразу айтып кетейін, мына нелерде мына алгоритмдерде мына мен берген псевдокодтар бар ғой, оң жағында, солардың кейбірлерінде 1-2 қате болуы мүмкін. Өздерің оны не үшін олай жасалған? Сендер өздерің Java-да жазып көріп, қателерін тауып, сол қатені маған пятница суббота не болады ғой сендерде. Мен мини-имтихан қабылдаймын ғой квиз ретінде қағазға. Сол жерде сол қателіктерді жібермеуге тырысу керек. Демек ол үшін не істеу керек? Java-да жазып көру керек.
ол қателікті мен мына жерде көрсетпеймін, өздерің көру көрсіңдер. Так, ай 0-ден басталды. Жаңағы ай естеріңде ма? Ай 0-ден басталды. Мен жаңа ай деп жаздым. Не үшін? Мына жерде қазір түсіндіруге оңай болсын деп. Соның мин индекс деген айнымалы бар. Ол басында тоже айға тең болады. Көріп отырсаңыздар. Не ай 0 ма? Значит, мин индекс басында тоже 0. Мин индекс 0 дегенім, демек ол мына индексқа көрсетіп тұр деген сөз. 5-тің индексіне көрсетіп тұр деген сөз. Естеріңде ма? Соны J басталады. Мына for айдың ішінде, циклдың ішінде J деген цикл басталады, бірақ ол i плюс 1-ден басталады. Неге i плюс 1-ден басталады? Өйткені сен қай санды болжау жасайсың, ол минималды сан деген болжау жасаған санның оң жағынан бастап жүгіресің. Түсінікті ма? Демек айдың J всегда, J әрқашан айдың оң жағынан бастап жүгіреді. Не ай бізде 0 ма? Демек J 1-ден бастап оңға жүгіреді. Ай мысалы 3 болып тұр ма? Демек J 4-ден бастап жүгіреді. Всегда i плюс 1-ден бастап жүгіреді. Оңға жүгіреді. Сол үшін i плюс 1-ден бастаймыз, тоже жүгіреміз. Демек бізде J 1-ден бастайды. Дұрыс па? I 0 болса J 1-ден бастап жүгіреді. И мына жерде салыстырамыз. Егер RJ кіші болса, R min индекстан дейді. Не, J бізде қайда тұр? J бізде мына 3-те тұр, индекс. J тең 1-ге, демек мына бірінші индексте тұр ғой, демек 3 деген санда тұр J. Соны айтасың, 3 кіші ма, чем min индекстағы тұрған саннан дейді. Демек 5-тен. Кіші. Опа дейсің да, онда min индексті min индексқа мен J деген мән жазам дейсің. Демек min индекс 0-ге емес, 1-ге тең болады, 1-ге тең болады. 1-ге тең деген демек нағын қарау емес, демек нағын қарайды дегенсіз. Біз свап жасап жатқан жоқпыз, біз сандарды ауыстырып жатқан жоқпыз, біз тек индексін жаттап алып жатырмыз. Біз кіші сан тауып алдық па, опа, соның индексін аламыз да жаттап аламыз деген min индекске тығып қоямыз, сақтап қоямыз. Дұрыс па? Кіші сан міне. Егер кіші сан тауып алсақ, min индексте тұрған саннан кіші сан тауып алсақ, J индексінде, демек сол J деген индексті біз min индекске сақтап қоямыз. Түсінікті ғой? J плюс болады. J2 болады, J2 болғанда біз мына жерде тұрамыз, и тоже салыстырамыз. Массивтің J-інде тұрған сан, демек 7. Min индекстен кіші ма? Min индекс қазір бізде мына 3-ке қарап тұр. 3-тен кіші ма? 7 жоқ. Опа, J плюс, J 9-ға барады. 9 3-тен кіші ма? Жоқ. Опа, 2-ге барады. 2-ның индексі 4, J 4-ке тең болғанда 2 min индексте тұрған саннан кіші ма? Демек 3-тен кіші ма? Иә. Онда міне 2-ның индексі 4 па? Демек мен 4-ті қайда жазып аламын? Min индексқа жазып аламын. Демек min индекс енді мына сан қарап тұр. Сөйтіп до конца жүгіріп болғанда мына for J бітеді. For J бітеді қашан? Сен соңына жүгіріп болғаннан кейін for J бітеді. Соңында білеміз, min индекс 6 болады. Неге өйткені мына 1 одан да кіші болады. Соның индексін біз 6 деген индексті min индексқа жазып аламыз. Сол мына for J біткенде, біз до конца жеткенде не істейміз? Егер мен болжау жасаған min индекс тең емес болса айға деймін, min индекс менде қаншаға тең? 6-ға. Басында ол 0-ге тең болды, басында ол айға тең болды, ай 0. Қазір ай 0 болып тұр, min индекс 6 болып тұр. Екеуі бір-біріне тең ба? Тең емес. Тең емес болса, екеуін бір-бірімен ауыстыр деймін. Екеуін дегенім min индексте тұрған санды и ай деген индексте тұрған сандарды бір-бірімен ауыстыр. Демек, ай бізде 0-ге тең, демек мына 5 пен min индекс бізде 6-ға тең, 5 пен 1 бір-бірімен ауысады деңіз. Осылай. Содан кейін ауысып болғаннан кейін сен бір итерация бітірдің ғой, қайтадан барасың, не істейсің? I плюс дейсің, I 1-ге тең болады. I 1-ге тең болғанда уже мына 3-тен бастайсың, бірінші индексте тұрған 3 деген саннан бастайсың. Min индексті қайтадан соған қаратасың. Қайтадан J-ді бастайсың 0-ден емес. I 1 болып тұрса, J бізде 2-ден бастайды, I плюс 1-ден бастайды. J 2-ден бастайды да қайтадан жүгіреді. Сонда логика сондай. Басында min индексті бір жерге қаратып қоясың, и оң жағындағы сандармен жүгіресің да, одан кіші сан бар ма дейсің. Бар болса, соның индексін сақтап аласың. Және соңынан жеткенде, сол кішкентай санын тауып алғанның сол санмен ең басында болжау жасаған санмен екеуін бір-біріне ауыстырып отырасың. В общем, логика осындай, түсінікті деп ойлаймын. Тағы да айтып кетейін, мына жерде қате болуы мүмкін. Оны сендер өздерің Java'да жазып, тексеріп, қай жерде қате бар екенін тауып дұрыстау керексіңдер. Келесі соңғысы insertion sort деп аталады. Бірінші мына жерде түсіндіріп кетейін. Insertion sort былай жұмыс істейді. Мына жерде көріп отырсаңыздар, key деген, кілт деген не бар? Кілт деген айнымалы бар. Ол қазір бізге керек болады. Басқа мына жерде ешқандай не жоқ. Біз міне екі санды салыстырғанда былай салыстырамыз. Біз мына 5 пен 3-ті салыстырып жатырмыз ғой қазір мысалы. Біз бүйтеміз. 3-ті көтереміз да, көтергенде 3-ті бүйтіп
үшті көтеру дегенім, оны кілт деген неге жазып қою деген сөз айтқан ғой. Кей деген не болады бізде? Кей деген кілт. Кей деген айнымалыға үшті жазып қоямыз. Именно салыстырып жатқан екі санның оң жағындағы санын кей деп сақтап аламыз. Кей деген бізде айнымал болады, ол бөлек айнымал болады, массивқа қатысы жоқ. Соған үшті жазып қоямыз демек. Жазып қойғаннан кейін істейміз. Сол кілттің сол жағындағы сандарды, мына 3 деген бізде кілт болып тұр қазір, 3 деген сан. Соның сол жағындағы сандарды аламыз да, мысалы, ол бізде қазір бір сан болып тұр сол жағында. Сол 5-ті аламыз да, мына кілтпен салыстырамыз 3-пен. Ол 3-тен үлкен ба? Үлкен болса, біз не істейміз? 5-ті мына жерге 10-ға жылжытамыз. Мына 5 деген сан, кілттің сол жағында тұрған сан, кілттен үлкен болса, оны 10-ға жылжытамыз. 10-ға жылжытқанда не болып кетеді мына массив? Мына жерде так 5 тұр, мына 3-тің орнына тоже 5 жазылып кетеді. Өйткені біз 10-ға жылжытамыз ғой. Бір ячейка, бір ячейка қалай еді? Бір ұяшық 10-ға жылжытамыз. Сонда 5, 5, 7, 9, 2, 4, 1 болып қалады. Демек бізде 3 өшіп қалады. Соның сол жағында басқа сандар бар ма? 5-тен басқа жоқ. Значит, біз болдық, до конца жеттік. Енді істейміз? Мына 3-ті аламыз да, біздің айнымал, кей деген айнымалды 3 тұр, соны аламыз да, мына 5-тің орнына қойып қоямыз, по сути. Мына жылжыштық та, соның орнына мынаны қойып қойдық. Окей, 3 пен 5 пен бітті ғой, бітті, екеуін салыстырып болдық. Енді 5 пен 7-ні салыстырасын, нормально тұр ма? Нормально тұр. 7 мен 9 дұрыс тұр ма? Дұрыс тұр. 9 мен 2-ні салыстырғанда қайттан не болады? Қайттан екеуін салыстырып жатырмыз ба? Демек, жаңағы логика қазір. Лишний заттарды алып тастайын. 9 мен 2-ні салыстырып жатырмыз ғой, жаңағы логика болады. Қайттан, демек, біз аламыз да оң жағындағы санды, 2 санды салыстырып жатқанда, мына оң жағында қайсы 2 тұр ма? 2-ні аламыз да, біз кей деген айнымалға жазып қоямыз. Және оның оң жағындағы сандарды бір-бірден мына кілтпен салыстырып атамыз. Қалай салыстырамыз? Былай. Кілттің сол жағынан жүгіреміз. Демек 9-ға келеміз, айтамыз. 9 2-ден үлкен ба? 9 2-ден үлкен ба? Үлкен. Онда 9-ды бір ұяшық 10-ға жылжыт дейміз. Демек 2-нің орнына кетіп қалады 9. Содан кейін былай барамыз да 7 2-ден үлкен ба? Үлкен. Оны бір ұяшыққа 10-ға жылжыт. 9-ның орнына 7 болып қалады. Барамыз да 5 2-ден, демек кілттен үлкен ба? Үлкен. 5-ті бір ұяшық 10-ға жылжыт. 3 2-ден үлкен ба? Үлкен. 3-ті бір ұяшық 10-ға жылжыт. Содан кейін соңына жетеміз ғой, біз мына 0-ші индекста тұрмыз ғой. 0-ші индекстан былай секіріп қалсақ, мына жерге минусқа кіріп кетеміз, -1-ге. Минусқа бір кетсек, тоқтаймыз да, просто кілтті массивтің ең басына қоя саламыз. Бізде кілт 2, массивтің ең басына қоя саламыз. Сонда былай қарағанда 2-ні бүйтіп көтеріп алған секілдіміз да, 2-ні көтеріп алған секілдіміз. Кілтке лақтыру деген көтеріп алу, кейға жазу. Көтеріп аламыз да, сол жағындағы үлкен сандарды 10-ға жылжытып, 2-ні өз орнына қоямыз. Insertion sort деп аталады. Insertion sort деген қою. Вставка дейді орысша, сортировка вставка. Қою, сұрыптау. Қою деген сонда 2-ні көтересің да, сол жағындағы сандарды бүйтіп жылжытып, 2-ні өз орнына қойып қоясың. Қою деген сол вставка. И ары қарай қалай болады? Ары қарай былай болады, қараңдар. Тағы бір несін көрсетейін. Міне мына массив болып тұр бізде қазір. Енді не істейміз? Соңғы біз қай екеуін салыстырдық? Соңғы біз жаңа 9 мен 2-ні салыстырдық. Мына 2 сосед салыстыр. Енді 9 мен 4-ті салыстырамыз демек. Келесі 2 сосед, 2 көршіні аламыз. Жаңағыдай оң жағындағы санды 4-ті біз мына жерге жазып қоямыз. Кілт ретінде. Демек біз 4-ті көтергенде боламыз да. И сол жағындағы сандарды салыстырамыз. 9 4-тен үлкен ба? Үлкен. Демек 9-ды біз бір ұяшық 10-ға жылжытамыз. 10-ға жылжытқанда мына жерге 9 жазылып қалады, 4-тің орнына 9 жазылып қалады. 7 4-тен үлкен ба? Үлкен. 10-ға бір ұяшық лақтыр, жылжыт. 5 7-ден 4-тен үлкен ба? Үлкен. 5-ті бір ұяшық 10-ға жылжыт. Мына жерге келеді. 3 пока былай болып тұр бізде массив. 5-ті салыстырдық. 5-ті салыстырдық та жылжыттық мына жерге. Міне 5-ні жаққа тұрды. Келесі 3-ті салыстырамыз. 3 4-тен үлкен ба? Жоқ. Үлкен болмаса тоқтаймыз. Біз 4-тен үлкен сан таппай қалсақ, тоқтаймыз да не істейміз? Мына тұрған жеріміздің оң жағындағы ұяшыққа біздің кілтімізді жазамыз. Түсінікті ме? Сөйтеміз, содан кейін 9 мен 1
енді келесі 9 мен 1 салыстырамыз. Демек 1-ді кілтке сақ қоясың. Сол жағындағы сандардың бәрін, өйткені 1 ең кішкентай ғой. Бәрін 10-ға жылжытасың дейсің да, и ең басына 1-ді қойсаң, бәрі сұрыпталып қалады. Осындай алгоритм. Бір нәрсені көтересің, сол жағындағы бәрін жылжытып, мынаны өз орнына қоясың. Сонда біз 9 мен 2-ні салыстырғанда, естеріңде ме? Біз 9 мен 2-ні салыстырғанда 2 сол жағындағы сандардың бәрінен кіші болғаннан кейін бәрін жылжыттық та 2-ні басына қойдық. Ал 4 пен 9 салыстырғанда 4-ті көтердік, бірақ тек 9, 7, 5-ті жылжыттық. 3 пен 2-ні жылжытқан жоқпыз, өйткені 4-тен кіші емес, үлкен емес олар. Сол үшін 4-ті мына 2 мен 3-ті жылжытпай ортасына қойдық, 3 пен 5-тің ортасына. Сонда екі ситуация бар да, до конца бәрін жылжытып қоюға болады, ең кішкентай сан болса. Өз орнын іздейміз ғой, демек өз орнын іздейміз. Енді неден қарағанда, кодтан қарағанда. Бәрін өшіріп қойын. Қанша минут болып кетті? 40 минуттай. Қазір 40 минутқа жеткізбей тоқтатып көрейік. Индекстарын жазып қойын. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жаңағы айтқандай, міне n бізде мына жерде тоже 7 сан. Демек n 7-ге тең болады. I 1-ден n-1-ге жүгіреді. Қайттан естеріңе салайын. Мына алгоритмдерде, мына псевдокодтарда мен берген презентациядағы қателіктер болуы мүмкін. Сол үшін өздерін жазып, Java'да тексеріп көресіздер. Соңғы рет айттым. Так, I 1-ден басталады. Неге 1-ден қазір көресіңдер? Неге 0-ден емес? Неге 1-ден? Өйткені міне I 1 деген ол мына сан ғой, міне. I мына жерге қарап тұр ғой, бірінші индексқа. Мына санға қарап тұр. Неге 5-ке емес, неге 3-ке қарап тұр десеңдер, мынаны қараңдар. Келесі строка циклдің ішінде k тең ары I деген көрдіңдер ма? I-да тұрған санды мен кілт ретінде аламын. Ол әдейі түстелінген, чтобы кілтке екі санның, екі салыстырып жатқан санның оң жағын алу үшін. Демек мен 3-ті кілтке аламын басында. Дұрыс па? Сон J-ді J тең I-1 дейін көріп отырсыңдар ма? J тең I-1 деген J демек I-дың сол жағынан басталады. J мына жерден басталады. I мына жерден басталса, 1-дің индекстен басталса, J сол жағынан басталады. J всегда I-дың сол жағында тұрады. Оны естеріңе сақтағандар. Соның нәрсе не деймін? J 0-ден үлкен ба, немесе тең ба деймін? Иә, тең. Мына біру қазір мен аны түсіндіремін, пока осыны жай тексеріп айта салайық. Соны 9 мен 2-ні салыстырғанда мына не дұрыс көрінеді. Мына псевдокод дұрыс түсіндіріледі. Пока былай жай жасай берейік. J 0-ден тең немесе үлкен ба дейді? Иә, J өйткені бізде 0 болып тұр қазір. Демек ол тең немесе үлкен, ол true. Және and J-да тұрған сан кілттен үлкен ба дейді? Иә, J-да тұрған сан демек 5, кілттен үлкен, 3-тен үлкен. Онда не істейміз? Сол санды, мына J-да тұрған санды алда, келесі оң жағыңа жазып қой деген сөз. Көресіңдер ма? RJ-ді алда, RJ плюс 1-ге жаз. Демек оң жағындағы ұяшыққа жаз деген сөз. Мен 5 не істеймін? 3-тің орнына жазып салам демек мына жерге. Түсіндің ба? 2-5 болып қалады қазір пока что. Содан кейін J-ді азайт дейді. J-ді азайт деген біз помните сол жаққа жүгіргенбіз. Біз сандарды салыстырғанда сол жаққа жүгіргенбіз. Сол үшін J минус дегеніміз J жаңа бізде 0 болып тұрды ма? J бізде 0 болып тұрды ма? J минус 1 болып кетеді қазір. Минус 1 болып кеткенде не істейміз? Қайттан циклға келеміз, мына whileға келеміз. J әлі үлкен ба 0-ден или тең ба дейміз. Көрдің ба? Осы не үшін керек мына? Мына салыстыру не үшін керек? Біз массивтің сыртына шығып кетпес үшін керек. Өйткені J артқа жүгіреді ғой. J артқа жүгіргенде минусқа кетіп қалмасын деген сөз ғой. Қысқасы. Сонымен J үлкен ба 0-ден тең ба дейді. Жоқ, мына false болса не болады? Цикл значит бітеді, while бітеді. Түсінесіңдер ма? J минус 1 кетіп қалған үшін мына while бітеді, мына false береді. While біткеннен кейін біз мынаны жасаймыз. RJ плюс 1-ге, RJ плюс 1 деген бізде қанша? Менде J минус 1 болса, RJ плюс 1 деген ол R0-ге тең. R0 тең кілт. Кілттің мәнін алда R0-ге жаз деп тұрмын. Демек мен кілттің мәнін аламын, 3-ті аламын да қайда жазамын? R0-ге мына жерге массивтің басына жазамын. Сонда 3 пен 5 ауысып кетеді. Түсінесіңдер ма? Енді қараңдар. Жерді өлдіршіпсен. Не деп ойлайық? Жаңа I1-ден басталды ғой, сөйтіп 3 пен 5 ауысып кетті деп ойлайық. Давайте мен жазып қойын. 3,
5 7 9 2 4 1 дейік қояйық, екі ауысып кетті деп санай берейік. Индекстердің астына жазып қойын. Енді i1 болды, 1 мен 0-ді салыстырдық, ауыстырдық. Сонда i++ i2 болады. i2 болғанда түк ауыспайды, өйткені 7 мен 5 пен 7 дұрыс тұр ғой. Соны i3 болады. Мен ана тезін етіп жатырмын да, өйткені олар ауыспайды ғой. Ешқайсы ауыспайды, өйткені уже сұрыпталып тұр да. 9 мен 2 ғана дұрыс тұрған жоқ. Соны міне қараңдар, i4-ге келгенде дұрыстап көрсетейін сіздерге. Міне i4 болғанда былай болады. i4 болғанда i қайда тұр? i мына жерде тұр, 4-те тұр. i4-те тұр. K тең ri дейміз. Демек ri-ді, айда тұрған санды 2-ні k-ға алып аламыз, бізде кілт 2-ге тең болады. J жаңағы айтқандай i-дің сол жағынан бастайды. Демек J қаншаға тең басында? i-1-ге тең, 4-1 3-ге тең. Демек J мына жерден басталады. Міне осы жерде жақсы көрсетіледі да. Басында жаңа 5 пен 3-ті ауыстырғанда дұрыс көрсетілмей қойды. Мына жерде дұрыстап түсінесіңдер. J i-дің сол жағынан бастайды. Демек J 3-тен бастайды. Содан кейін не істейді? Қараңдар. J әлі 0-ге тең немесе 0-ден үлкен ба дейді. Демек J әлі минусқа кетіп қалған жоқ па? Кеткен жоқ. Және өйткені J 3-ге тең, және RJ J-де тұрған сан кілттен үлкен ба дейді. Үлкен. J-де тұрған сан демек 9, 9. Кілттен 2-ден үлкен. Үлкен болса не істе? Сол санды алда, оның оң жағындағы ұяшыққа жазып қой. J деген индекстен алда санды, J+1 деген индексқа жазып қой деген сөз. Демек мен 9 қайда жазам? Мына жерге жазам. Түсінесіздер ме? 2 өшіп қалды. Бірақ қорықпаңдар, бізде 2 жазылып тұр, кілт деген айнымалды жазып тұр. Дұрыстап істейінші. Біз 9-ды алдық та не істедік? 10-ға бір ұяшық 10-ға жазып қойдық. 9-ды мына жерге шық деп, мына жерге 9 жазып қойдық 2-ның орнына. Окей, жазып болғаннан кейін J тең J-1 дейсің. J қанша? 2-ге тең болады енді. J 2-ге тең болады. J уже мына жерге емес, J мына жерге келеді, 2-ге келеді. J 2-ге келгенде не болады? Қайттан тексересің, while'ды қайттан тексересің. J әлі үлкен ба 0-ден, демек минусқа кетіп қалған жоқ па? Кетіп қалған жоқ. J-да тұрған сан кілттен үлкен ба? 7 2-ден үлкен. Окей, онда тағы да соны істе. 7-ні 10-ға лақтыр, мына жер 7 болып кетеді. И J минус жаса. Демек J тең J-1 жаса. J мына жерге келеді. 1-ге келеді. Тоже жаңағы логика. J минусқа шығып кеткен жоқ па? Шығып кеткен жоқ. J-да тұрған сан 5 2-ден үлкен ба? Кілттен үлкен. Онда 5-ді мына жерге ауыстыр дейсің. 5 болып кетеді. J минус дейсің, J мына жерге келеді. Көрдіңдер ме? J сол жаққа жүгіреді. I-дің сол жағынан бастайды да сол жаққа жүгіреді. Именно 3-ті аласың. 3-ті, J минусқа кеткен жоқ па? Кеткен жоқ. J бізде қанша болып отыр? J 0 болып отыр. 1 болды, соны 0 болды қазір. 3 2-ден үлкен, сол үшін 3-ті мына жерге 1-не лақтырасың, мына жер 3 болып кетеді. Дұрыс па? Содан кейін не болады? J минус жасағанда J минус 1-ге кетіп қалады, J мына жаққа кетіп қалады. J демек минус 1-ге тең болып кетеді, минус 1-ге. Вот минус 1-ге тең болып кеткенде жаңағы мына циклымыз өшеді, өйткені J 0-ден үлкен ба, тең ба деген шартымыз false береді. False берсе мына циклымыз тоқтайды. Тоқтаған не істейміз? RJ плюс 1-ге, RJ плюс 1 деген бізде J-дің өзі минус 1 ғой. Сонда R минус 1 плюс 1 дегенің R0. R0-ге кілтті жаз деп түсін. Демек 2-ні біз аламыз да R0-ге мына жерге жазып қоямыз. Примерно солай жұмыс істейді, короче, мына алгоритм. Өз орнын табады да, сол орнына кілтті қойып қояды. Бәрін жылжытады да, кілтті өз орнына қояды. Осыны insertion sort дейміз. Болды деп ойлаймын. Осы бүгін қазақша түсіндірейін дегенім осы. Бәрі түсінікті шығар. Көріскенше экзаменге дайын болыңдар. Экзамен туралы айтқам. 3 категориядан болады деп, соған дайындалыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.